Сәлем достар, Сіздермен бүгін біз Алия, Мирей. және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі видеомыз мотивацияға толы және де өте қызықты челлендждердің бірі болмақ. Бүгін біз Мирей екеуміз 24 сағат бойы миллионерлердің әдеттерімен өмір сүретін боламыз. Яғни бір күн бойы солардың жасайтын іс-әрекеттерін біз Мирей екеуміз жасап көреміз. Және де сіздер осы әдеттерді қолдану арқылы сіздер де успешный адамдардың бірі бола аласыздар. Бұл видео сіздерге қызықты әрі мотивацияға толы болады деген ойдамыз. Сондықтан да видеоға лайктарыңызды қойыңыздар, комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де видеоны жалғастырып көріңіздер. Біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерге осы видео үшін барлық Google-да ақтарып, сөйтіп іздендік. Біз, Google-ды ақтардық, YouTube-ды ақтардық, көптеген адамдардан көрдік, және де миллионерлердің берген интервьюларына дейін біз қарап шыққан болатынбыз. Сол жерден енді бірнеше негізгі успешный адамдардың, миллионерлердің негізгі жасайтын әдеттерін жинақтап тауып алдық. Соларды бүгін сіздерге барлығын айтып шығатын боламыз. Бірінші әдеттері, бизнесмендер таңғы сағат 5-те тұрады екен. Көбісі таңғы сағат 5-те тұрады екен. Успешный адам болу үшін сіздер ерте тұрып үйрену керексіздер. Кейбіреулер таңғы 5-те, 6-да, 7-де тұрады, но главный көп адам 5-те тұрады екен. Соны байқадық, көбісі 5-те тұрып жатады. Ерте тұру арқылы олар өздерінің жасайтын жұмыстарын да көп қылады, күні бойы көбісі аяқтай алады. Миллионерлердің екінші әдеті ол азанмен тұрғаннан кейін обязательно бір стакан су ішеді екен, ал именно тек қана жай ғана су емес, лимонмен су ішеді екен. Барлығымыз білетін шығарсыздар, лимонмен су пайдалы деп жатады. Не үшін пайдалы екен көбісіңіз білмейсіздер. Лимонның негізгі құрамында С дәрумені бар. Сондықтан да С дәрумені ол күннің продуктивный өтуіне кәдімгідей әсер етеді екен. Сондықтан да лимонмен су ішіп жүріңіздер. Ол ағзаға да пайдалы, өзіңізге де пайдалы, және күннің күшті продуктивный өтуіне де пайдалы болады екен. Миллионерлердің көбісі кофеден бастамайды күнді, көбісі осындай таза судан бастайды. Сол үшін осы привычканы сіздер өздеріңіздің заметкаларыңызға жазып қойыңыздар. Қазір мен енді лимонный су үшін осындай банкадағы лимонды алдым. Бұл бізде езілген лимон, кәдімгі обычный. Сондықтан да осын қосатын боламын. Біз енді 1-2 қасықтан қосамыз. Үшіншісі бізде ол душқа түсу. Сіздер таңғы 5-те тұрсаңыздар, одан кейін сіздер ұйқыларыңыз келіп тұрады. Соны ашу үшін сіздер душқа түссеңіздер, энергияларыңыз толып, екіншіден ұйқыларыңызды ашасыздар. Обычный душқа да түсуге болады. Сонымен қатар көбісі контрастный душқа түседі. Ағзаға пайдалы душтардың бірі. Сонымен қатар ұйқыдан оятады сіздерді, және де энергия жинап, күніңіздің күшті өтуіне әсер етеді. Өздеріңіз білетіндей, барлық успешный адамдар, барлық миллионерлер, олардың ең басты бір привычкалары бар, ол кітап оқу. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, кітап оқу негізгі заттардың бірі болып саналатынына, себебі барлық успешный адамдар кітап оқиды, былай қарасаңыздар. Душтан шыққаннан кейін олар мотивациялық кітаптар немесе жаңалықтар оқиды азанмен. Негізі ол өте пайдалы, өздеріңіз де білесіздер, негізі кітап любой жерде керек. Адам кітап оқыса білімді болады. Ал білімді адамдар, олар әрқашанда бай адамдар болып саналады. Келесі әдет ол бізде физикалық жаттығулар жасау. Азанда тұрғаннан кейін міндетті түрде физикалық спорт жасау керек. Яғни сіздер кішкене ғана уақыттарыңызды бөліп, ол обязательно тренировкаға барып, обязательно мықты бір жаттығу жасау емес, 1-2 сағатта. Ол жай ғана кішкене өзіңізге көңіл бөліп, 10-15 минуттың өзінде жаттығу жасасаңыздар, өздеріңіздің ағзаларыңызға да пайдалы болады. Және де білесіздер ма, негізі жаттығу жасаған кезде адамның настроениесі көтеріледі. Яғни сіздер осы жаттығу жасау арқылы күндеріңізге күшті настроение сыйлайсыздар. Таңғы жаттығуларды сіздер YouTube'дан іздеп тапсаңыздар болады, және де сол жақтағы видеоларды көріп, қайталап, сол арқылы жаттығуларды жасайсыздар.
Біз уже спортқа арналған киімдерімізді киіп қойдық. Спортивный киімдерді енді қазір ыңғайлы болу үшін біз шашымызды жинап алатын боламыз. Вот, мен шашымды жинадым. Енді жаттығу жасай берсек болады. Таңғы жаттығу жасаған негізі шынымен де адамды прям оятып жібереді екен. Қазір өзімді прям күшті сезініп тұрмын. Келесі тағы да бір главный привычкалардың бірі ол медитация. Негізі көп успешный адамдар медитация жасайды азанмен. Өздеріңізді түсінуге, ішкі жан дүниелеріңізді түсінуге және де стресспен күресуге көмектеседі. Көп адамдар, әсіресе біздер, медитация жасауды білмейміз, медитация деген не үшін қажет екенін де білмейтіндер бар. Бірақ та негізгі привычкалардың біріне оны жатқызсаңыздар, сіздер көп пайдасын аласыздар. Оның кәдімгідей негізі медитация жасаудың өзінің пайдасы бар. Оны ютубтан да көріңіздер, ізденіңіздер, оқыңыздар. Және де сол жақтан ақ сіздер білесіздер қалай пайда тигізетінін. Негізі аффирмация айту, сонда медитация жасау дегеніміз, ол күндердің басындағы ең алғашқы ұйқынан тұрғаннан кейін жасалатын істердің бірі, және де ол кәдімгідей күшті әсер етеді. Негізі біз де жасамаймыз, оның қалай жасалатынын былай білмейміз. Бірақтан осы видеодан кейін, осы видеода біз жасайтын боламыз, және де оның қалай күшті әсер ететінін сіздерге айтатын боламыз. Келесі бізде медитация барлығы ұқтап жатыр. Сол себептен жай сөйлейтін боламыз. Телефоннан медитацияның түрлерін көрдім. Және де ютубта бар екен. Көзімізді жұмып, наушникпен тыңдайтын боламыз. Вот бізде наушник. Мен AirPods'ын таппай қалдым. Короче, сол себептен осыны қолдана тұрамыз. Мынаны жасап біткенше ұйықтап қалатын болдым ғой. Алдамайды киеміз. Тишься о себе, проявляешь к себе внимание. Әбден AirPods'ға үйреніп қалыптым, мынаны тығуды ұмытып кеттім. Все, достар. Все, мен аяқтадым. Медитацияны өте күшті екен, оказывается, негізі прям ішкі жан дүниеңе прям күшті помогать етеді екен. Қазір мынау медитацияны женский энергия деген көрдім, білмеймін, бірінші шықты, и осыны көре салған болатынмын. И даже тыныс алуды үйрендім. Бұл жақта даже тыныс алған кезде ішінде прям легкий бір сезім пайда болады да. Энергияларыңыз шынымен де былай көбейеді екен. Советую всем, жасаңыздар медитацияны, оказывается, жасап тұру керек екен. Енді біліп, енді көріп жатырмыз. Но сіздерге советую. Келесі самый важный привычканың бірі ол бізде планирование дня. Яғни күнімізді біз планировать ету керекпіз, міндетті түрде жоспарлау керекпіз. Жоспар арқылы ғана біз күнімізді сәтті өткізе аламыз. Яғни өзімізді пландап жасау керектігінің барлығын жазып қою керекпіз. Блокнотқа немесе заметкеге. Менің өзім оны уже привычка қылып алдым. Уже біраз болды привычка ретінде жасап жүргеніме, және де ол кәдімгідей көмектеседі. Сіздер күні бойы біраз нәрсе бітіресіздер. Күндеріңізде егер де сіздер планировать етпесеңіздер, пустой уақытты кетіресіздер. Мелочқа дейін жазып тастаңыздар, қандай не істейтіндеріңізді, сол кезде сіздер барлығын бір күнде үлгересіздер. Бағанағы айтқан барлық істерді жасап біткеннен кейін бизнесмендер, успешный адамдар, олар завтрак ішеді. Завтракқа біз сияқты тұрып алып майлы заттар жемейді, әрине де. Олар перекус ретінде жай ғана омлет пен кофе немесе ланчбоксқа сэндвич қана жейді. Және де сол арқылы олар көп уақыт кетірмейді біріншіден, екіншіден жеңіл тамақ ішеді. Таңғы ас негізгі заттардың бірі де болып саналады, себебі таңғы ас арқылы сіздер күні бойы энергияңызды толтырып жүре аласыздар. Сол арқылы сіздер жұмыстың жақсы продуктивный өтуіне әсер ете аласыздар.
ас болсын, оған менің завтрагым осындай. Күндерінің сонын олар уақыттарын өздеріне бөледі. Өздерімен бірге кешті өткізетін болады, сүйікті істермен айналысады, хоббилермен айналысады. Көбісі жатар кезде кітап оқыған жақсы көреді екен, және де кітаптарын оқып, ертерек жатады. Себебі олар азанмен ерте тұру керек қой, 5-те тұру керек, сол себепті ерте ұйықтау қажет. Негізі минимум 6-7 сағат ұйықтайды, және де ол негізі өте пайдалы. Оны тек қана бизнесмендер емес, басқа бүкіл адам жасау керек. Себебі адамның ең басты негізі дұрыс ұйқы болып келеді. Сол себептен адам деген негізі 6-7 сағат ұйықтау керек. Біз ғой ол сағат 3-те ұйықтап 6-та тұратын. Сонымен қатар жатар кезде күні бойы не істеді олар, қалай не бітірді, соның барлығына өздеріне отчет береді. Блокноттарына күннің басында пландап қойған заттардың барлығын қарай отырып, сол жақтағы пландардың қайсы орындалды, қайсы орындалмады, соның барлығын қарап шығатын болады, және де өзіне солай отчет береді. Бұл негізі күшті әдеттердің бірі, сондықтан да өздеріңізге заметкеге жазып қойыңыздар. Солай план жасап, соңында өздеріне отчет беру керек. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге осы видеомыз ұнады деген ойдамыз. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз, мотивация бере алдық деп ойлаймыз. Егер де ұнаса видео, лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де осы бизнесмендер секілді, миллионерлер секілді привычка жасап жүрсіздер ма? Осы видеодан байқаған шығарсыздар өздеріңіздің, может быть, осындай бір привычкаларыңызды. Соны комментарияға жаза кетіңіздер. Может, сіздер де солай жасап жүрген шығарсыздар. Болашақ успешный адамдар болатын шығарсыздар. Сіздермен бірге бізде успешный адамдар болу үшін осындай привычкаларды жасап тұру керек міндетті түрде. Сол себептен барлық осы привычкаларды өздеріңізге әдет қылып алыңыздар. Біз де осылай тырысатын боламыз. Сіздермен болған біз Әлия. Мерей. Келесі видео жолыққанша. Пока-пока.